Нұрлан Сегізбаевтың естелігінен. Менің атым Қожа фильмін түсіруге Алматы облысының іргесіндегі ауылдар таңдалып алынды. Олар Талғардағы Учхоз, Қызылқайрат елді мекендері, Қаскелеңнің шеткі көшелері және Астыдағы Шопандар тойы өтетін жайлау. Киностудия әкімшілігінің бұл жерлерге назар аударуы біріншіден мұндағы ауылдардың табиғат фоны сұлу болды. Екіншіден, кино түсіру алаңы Алматыға жақын болғандықтан басы артық шығынды көп қажет етпейтін. Фильм арқылы менің есімде қандай жайттер ерекше сақталып қалды дегенде ойыма екі оқиға оралады. Әуелгісі, кино түсіру алаңындағы жұмыс әбден қызған күндердің бірінде темекі тартамын деп ауырып қалуым. Естеріңізде ме, фильмде Сұлтан мен Қожа жайлауға кетіп бара жатып, жігіт болды деген міне осы деп бұрқыратып шылым шегеді ғой. Сол эпизодты түсіріп жатқанда прибой ма, жоқ әлде беломор ма, нақты есімде жоқ. Солардың біреуін қатты сорып жіберіп қақалып, ес-түссіз аттан ауып түстім. Содан тамақ батпай жүрегім айнып, жер дүние көшіп бара жатқандай басым айналып, 2-3 күн ауырып жаттым. Ал екінші есте қалған жағдай ол менің осы киноға түсемін деп 4-ден 5 сыныпқа өте алмай 2 жылға қалып қоюым еді. Мектеп дирекциясы әу баста Қазақфильм басшыларымен келіссе де, кейін менің сол жылғы наурыз, сәуір, мамыр және қыркүйек, қазан айларындағы сабаққа қатыспағанымды ешбір ережеге сыйғыза алмай, бастары әбден қатты. Ақырында 4 сыныпта қалып тындым да, сол кезде мектепті өзімен бірге оқыған атақты әнші Әлібек Дінішевтен 1 жыл кейін бітірдім. Кино түсіріліп біткеннен кейін Алматы көшелеріне менің атым Қожа фильмінің жарнамасы ілініп, оның Қазақстан кинотеатрында көрсетілетіні хабарланды. Сол тұңғыш қойылымға Кененбай Қожабеков, Бекен Римова, Раиса Мұхамедиярова және бәріміз шақырылып, сценарий авторы Бердібек Соқпақбаев, режиссер Абдолла Қарсақбаев болып ел алдына шықтық. Дуылдата соғылған шапалақ, десте-десте боп шашылған гүл шоқтары. Бірінен бірі өткен мақтау сөз. Бірақ шынымды айтайын, 4 сынып оқитын мен сол кезде қошеметтің әсерін мүлдем сезінбедім. Осылай жүргенде орта мектепті бітіріп, Казгудың журфагына түсуге ниет еттім. Жолым болмады. Күз, қыс, көктем бойы Ленинская смена газетінде жұмыс істедім де, жаз шыға Өскеменнің пединститутына барып оқуға түстім. Оны бітірген соң жолдамамен сондағы Қатон-Қарақай ауданының орталығындағы орыс мектебінде 1977 жылға дейін оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет істедім. Одан кейін жастықтың желігімен келіншегім мен қызым Нелли үшеуміз Якутияның Усть-Миль елді мекенінен бірақ шықтық. 1982 жылы Якутиядан Мәскеуге келіп, ВГИК-тің сценарий факультетіне құжаттарымды тапсырдым. Конкурсқа қабылдануға тиіс 52 үміткердің ішінен 2-ші болып өтіп, кино тарланы Евгений Габриловичтің шеберханасына қабылдандым. 1985 жылы жазушы Әбіш Кекілбаевтың әңгімесі негізінде менің сценарийім мен режиссер Мұрат Ахметовтың Тасбақаның шөбі фильмі экранға шықты. Содан соң режиссер Асқар Бабышевтің 1987 жылы жарық көрген «Диагноз» кинотуындысының сценарийін жаздым. Бұдан соң 1989 жылы марқұм Халықбек Салықовтың «Триптих» атты фильмінде отырдым. Ең соңғы жұмыстарымның бірі режиссер Қалдыбек Әбеновтың атақты желтоқсан оқиғасына байланысты түсірген «Аллажар» фильмінің сценарийі. Оны әріптесім Александр Лапшин екеуміз бірігіп жаздық.